Сәлеметсіздер ме, менің оқырмандарым? Бүгін біз математика 131 сабақты өтеміз. Бірінші мысал. 3 тамбалы санның разрядтарына қара. Көбейтудің қалай орындалғанын түсіндір. Бұда бізде ұзын жолмен және қысқаша жолмен тұр. Міне, ұзын жолды бүйтіп айтамыз. 140 көбейту 2 тең 14 көбейту 10 көбейту 2 әйтпесе 14 көбейту 2 көбейту 10 деп алуға болады. Қысқартып ондық қылып жазуға да болады. 140-ты 14 ондық деп аламыз, көбейтеміз 2 тең 28 ондық деп аламыз мүмкін. Тобы бізде 140-ты 2-ке көбейт деп тұр. 2-ке 0-ді көбейтсең 0 түседі артына. 4-ке 2-ні көбейтсең 8 түседі. Сонда 2-ні 1-ге көбейтсең 2 түседі. Сонда тең мәні 140-ты 2-ке көбейтсең 280 шығады екен. Екінші мысал. Екінші мысалда бөлудің қалай орындалғанын түсіндір. 280 бөлу 2 тең 28 көбейту 10 бөлу 2 тең 28 бөлу 2 көбейту 10 деп алуға болады. Әйтпесе 10 қысқартып жазғанда 28 ондық бөлу 2 деп аламыз. Тең 14 онды десек болады. Тобы 280-ді 2-ке бөл дейді. 2-ні 1-ге бөлсең 1 түседі. Темәне 2-ні 1-ге көбейтсең 2, 2-ден 2-ні алсаң тең 0. 8 түседі жанына, сонда мәніне дереу көреміз. 8-ді 2-ге бөлсең 4, сонда 4 түседі. 4-ді 2-ге көбейтсең 8, 8-ден 8 аламыз тең 0. Қасына 0 түседі. 0-ден 2 Міне 0-ді 2-ге бөлсең 0-ді көбейтеміз 2 тең 0. 0-ден 0-ді алсақ тең 0 деп жаза салсақ болады. Енді үшінші мысал дейік. Үшінші мысалда бүйтіп айтылып тұр. Баған түрінде жазып, түсіндіріп отырып есепте. Дұрыстығын тексер дейді. Мәне бізге айтып тұр. 230 көбейту 3 және 420 көбейту 2, 690 көбейту 3, 480 көбейту 2 деп тұр. Біз енді бұны дәптерге шығарамыз. Мәне біз 230-ды көбейтеміз 3-ке, 2-ні 0-ді 3-ке көбейтсең 0 түседі бірінші артына. Сонда 3-ді 3-ке көбейтсең 9 түседі. 2-ні 3-ке көбейтсең 6. Сонда тең мәні 690 болып шығады. Сосын 420 көбейтеміз 2 тең, мысалы 0-ді 2-ке көбейтеміз 0, 2-ні 3-ке көбейтеміз 4, 4-ді 2-ке көбейтеміз 8 түседі. Сонда 840 түседі. Тең мәніне. 690 бөлу 3 дейді. Біз бұда 0-ді 3-ке бөлеміз 0 түседі артына. 9-ді 3-ке бөлеміз 3 түседі. Сонда 6-ны 3-ке бөлсек 2 түседі. Сонда 230 шығады бізде тең мәні. 480 бөлу 2 дейді. Бұда бізде 0-ді 2-ке бөлеміз 0, 8-ді 2-ке бөлеміз 4 түседі. 4-ді 2-ке бөлеміз 2, 240 шығады. Тең мәні 240 шығады. Сонда бізде үшінші мысал аяқталды. Енді бізде міне төртінші мысал. Төртінші мысалда бүйтіп айтылып тұр. Өрнектерді баған түрінде жазып оларды есепте дейді. Біз дәптерге шығарып аламыз. Ең бірінші. Міне бүйтіп тұр. 550 бөлу 5 дейді. 550 бөлу 5.
Бірінші 5-ті 5-ке бөлсек 1 түседі. Сосын 5-ті 1-ге көбейтсек 5, 5-тен 5-ті аласың тең 0, құранына 5 түседі. Сонда мәніне тез қараймыз. 5-ті 5-ге бөлсек 1 түседі. 5-ті 1-ге көбейтсем 5-тен 5-ті аламыз тең 0, 0-ден 0-ді 5-ге бөлсек 0, 0-ден 5-ге көбейтсек 0, сонда 0-ден 0-ді аламыз тең 0 деп жазсақ болады. Екінші 420 бөлу 2. Бұда міне 4-тен қайырамыз, 2 түседі. Сонда 2-ге 2-ні көбейтсең 4, 4-тен 4-ті алсаң тең 0, 2 түседі жанына. Сонда 2-ні 2-ге бөлсең 1, 2-ні 1-ге көбейтсең 2, 2-ні алсаң тең 0, 0 түседі жанына. Сонда 2-ні 0-ге көбейтсең 0, 0-ден 0-ді аламыз, тең 0 деп жазсақ болады. Сонда бізде 480 бөлу 4 дейді. Бұда мәні 120 шығады. Өйткені бізде 4-ті бөлсең 1, сосын 4-ті 1-ге көбейтсең 4, 4-тен 4-ті алсаң тең 0, қасына 8 түседі. Сонда 8-ді 4-ге бөлсең 2, 8-ден, сосын 4-ті 2-ге көбейтсең 8-ден 8-ді аламыз тең 0. Жанына 0 түседі. 0-ді 4-ге бөлсең 0, 0-ді 4-ге көбейтсең 0, 0-ден 0-ді алсаң тең 0 деп жаза саламыз. Сосын бізде екінші бағанда тұрған 120 көбейту 3 дейді. Бізде 0-ді 3-ге көбейтеміз, 0 дейміз, 2-ні 3-ге көбейтеміз, 6 дейміз, 3-ті 1-ге көбейтеміз, 3 деп 360 шығады. Екінші 320 көбейту 3 дейді. Бірінші біз 0-ді 3-ге көбейтіп аламыз, 0, 3-ті 2-ге көбейтеміз, 6, 3-ті көбейтеміз, 3-ге тең 9, 960 шығады. Сонда 210 көбейту 4 дейді. Бізде 0-ді 4-ге көбейтсек 0 шығады, 4-ті 1-ге көбейтсек 4 шығады, 4-ті 2-ге көбейтсек 2 шығады. Сонда бізде 840 шығады тең мәні. Енді біз 260 бөлу 2 дегенді шығарамыз. Бұл үшінші бағанда есеп. Бұл екінші бағандағы есепте 260 бөлу 2 дейді. Сонда біз 2-ден қайырамыз. 2-ні 2-ге бөлсек 1 түседі бағаннан. 6-ны 2-ге бөлсек 3 түседі. Бізде 3-ті 2-ге көбейтсек 6, 6-тан 6-ны аламыз. 0, қасына 0 түседі. Сонда 0-ді 2-ге бөлсек 0, 0-ді 2-ге көбейтсек, сонда 0, 0-ден 0-ді алсақ тең 0 деп жазамыз. Үшінші бағаның екінші есебі 840 бөлу 2 дейді. Бізде мәні 420 шығады. Өйткені бізде 8-ден қайырамыз 4 болады, 4-тен қайырамыз 2 болады. 0-ден қайырсақ 0 түседі. Сонда бізде 8-ден 8 аламыз, тең 0, 4 түседі қасына. 2-ге 2-ні көбейтеміз 4, 4-тен 4-ті алсақ тең 0. Қасына 0 түседі, 2-ні 0-ге көбейтсек 0, 0-ге 0-ді алсақ тең 0 деп жазсақ болады. 330 бөлу 3. Бізде 3-тен қайырамыз 1 түседі, тағы 3-тен қайырамыз 1 түседі, 0-ден 3-ті қайырсақ 0 түседі. Сонда бізден 3-ті алсақ тең 0, қасына 3 түседі, 3-ті алсақ тең 0, 0-ден 0-ді алсақ тең 0. Енді бізде 4-ші бағанды істейміз. 120-ның 2-ге көбейт деп тұр. Бізде 0-ді 2-ге көбейтсек 0 түседі артына, 2-ні 2-ге көбейтсек 4 түседі, 2-ні 1-ге көбейтсек 2 түседі. Сонда бізде 240 тең мәні шығады. Екінші есебін шығарайық. 110 көбейту 3 дейді.
Бізде міне 3-ті 0-ге көбейтеміз, 0 шығады. 1-ді 3-ге көбейтеміз, 3 шығады. 1-ді 3-ге тағы көбейтсек, 3 шығады. Сонда 330 болады. Үшінші есебі 130 көбейту 2 дейді. 0-ді 2-ге көбейтсең 0 түседі артына. Сонда 3-ті 2-ге көбейтсең 6 түседі. 2-ні 1-ге көбейтсең 2 түседі. Міне бізде 4-ші есеп аяқталды. Енді біз номер 5-ке қарайық. Бізде 5-ші есепте бүйтіп жазылып тұр. Теңдеулерді шеш, теңдеулердің түбірін өсу ретімен жазып үлкен су қойманың анықта. Су қойманың атқаратын рөлі қандай? Бұда бізде міне су қойма, Көксарай, Сергеев, Қаратомар, Самарқан. Міне, орналасқан жері дейді. Бізде Көксарай орналасқан жері Сырдария өзені, оңтүстік Қазақстан облысында. Сергеев Есіл өзені, солтүстік Қазақстан облысы. Қаратомар Тобыл өзені, Қостанай облысы. Самарқан Нұра өзені, Қарағанды облысы. Бізде 5-тің теңдеулері тұр. Бірінші теңдеу Көксарай 160 қосу Y-ден 310 көбейту 2 деп тұр. Ал бізде Сергеев 797 алу Y-ден 340 көбейту 2. Ал бізде Қаратомар 2 қосу 18-тен 220 көбейту бөлу 2 дейді. Бізде Самарқан 192 азайту 2-тен 440 бөлу 4 дейді. Міне біз дәптерге шығарамыз. 160 бірінші теңдеу Көксарай теңдеуі 160 қосу 5 тен 310 көбейту 2. Астына теңдеудің мәнін жазамыз. 160 қосу Y-ден 620. Сонда бізде 310-ды 2-ге көбейтсек 620 деп түсіріп аламыз. Y-ден 620 азайту 160 деп аламыз. Y-ден 460 деп алсақ болады. 160 қосу 460 тен 310 көбейту 2. Сонда бізде бұл теңдікті тұратын 160-қа 460-ға қоссақ 620 бірінші теңдіктікі. Екінші теңдіктікі 310-ды 2-ге көбейтсең 620 шығады. Сонда 620 тен 620 деп жазамыз. 5-тің екісі, сосын 3-ші, 4-шісі міне тұр. Біз енді 5-тен кейін 6-ны істейміз. 6-да айтады, кестені пайдаланып тура теңдік және теңсіздік құрастыр дейді. Бұны біз дәптерге жазып аламыз. Міне, 6-да бүйтіп тұр. 630 бөлу 3 тен 210 деп жазып аламыз. 810 азайту 600 тен 210 деп тең болады. Сосын 960 азайту 640 тен 320 дейміз. 960 бөлу 3 тен 320 деп теңдік құрастырамыз. 320 көбейту 2 640. 960 бөлу 3 тен 320 деп алсақ болады. Сонда бізде теңдіктің сол жағы көбейіп тұр. Сосын 347 қосамыз 403. Бұда 750 шығады. 685 қосу 775 960. Сонда біздің теңдікте 10 жағы көбейіп тұр. Бізде енді 7-ші мысал. 7-ші мысалда айтылып тұр.
бір ыдыстың 5-тен 1 бөлігіне 6 литр су сияды. Осындай 3 ыдысқа барлығы қанша литр су сияды дейді міне. Біз 7-ні қысқартып алайын. Шешу дейміз. 5-ті 6-ға көбейтеміз, 30, 30-ді 3-ке бөлсек 10. Сонда бізде 3 ыдысқа 10 литр су сияды деп жазсақ болады. Енді бізде 8-де айтады. Сырымның есептелуі қалай орындалғанына қара. Бұда тек қана жақса қойыпты. 18 көбейту 45 тен 810 шығу керек. 2 көбейтеміз 9-ға 18, сонда көбейтеміз жақсаның ішінде. 5-ті 9-ға көбейтсен 45. Сонда 18-ді 45-ке көбейтсен тең 810 шығады. Екінші тәсілі 2-ні көбейтеміз 5-ке 10, көбейтеміз 9, көбейту 9. Сонда 81 шығады, 81-ді 10-ға көбейтсен тең 810 шығады. Сонда бізде осы тәсілді пайдаланып отырып есепте дейді. Міне, бізде 7-ні 8-ді тәсілмен істегенде, міне, бізде 25 көбейту 24 килограмм ден 420 шығады. Сосын 35 литр көбейту 18 ден 340 шығады. 14 килограмм көбейту 35 ден 120 шығады. 320 шығады. Енді бізде номер 10. Бізде айтады. Номер 10-да айтады. Номер 10 баған түрінде жаз және есепте дұрыстығын тексер дейді. Міне мен дәптеріме жазып алдым. Бізде 10-шы масал 410 көбейту 2 дейді. Біз 410 көбейту 2 десе, 10-ды 2-ке көбейтсен 0 шығады. Сонда 0 деп жазамыз. 2-ні 1-ге көбейтеміз, 2 түседі. Сонда 4-ті 2-ге көбейтсек 8, 820 шығады. Екіншісі 110 көбейту 7 дейді. Біз 0-ді 7-ге көбейтіп аламыз, 0 түседі. Сонда 7-ні 1-ге көбейтсек 7, 7 түседі. 7-ні 1-ге көбейтсек тағы 7 түседі. Сонда 770 шығады. 660 бөлу 6 дейді. Біз міне 6-дан қайырамыз, 1 түседі. 6-дан 6-ны алсақ тен 0, 6 жанына түседі. Енді 6-ға бөлсек 1 түседі. 6-дан 6-ны алсақ тен 0. Қасына 0 түседі. 0-ді 6-ға бөлсек тен 0, 6-ны 0-ге көбейтсек 0. Сонда 0-ден 0-ді алсақ тен 0 деп жазамыз. Сонда бізде 820-ны 2-ке бөл дейді. Бізде 820-ны 2-ке бөлсен, 8-ден қайырамыз, 4. 4-ті 2-ке көбейтеміз, 8. 8-ден 8-ді алсақ тен 0, қасына 2 түседі. Сонда 2-ні 2-ке бөлсек 1. 2-ні 1-ге көбейтсек 2. 2-ден 2-ні аламыз, тен 0. Қасына 0 түседі. Сонда 0-ді 2-ке бөлсек 0. Сонда 2-ні 0-ге көбейтсек 0. 0-ден 0-ді аламыз. Сосын 0 түседі. Бізде екі баған түрінде жазу қана қалды. 990-ды 9-ға бөл дейді. Бізде 9-дан қайырамыз, 1 түседі. 9-дан 9-ды алсақ, тен 0, қасына 9 түседі. Сосын бізде қасына 9 түсетін болса, міне 9-9-ға бөлеміз, 1 түседі. Сонда 9-дан 9-ды аламыз, тен 0, қасына 0 түседі. Сосын 0-ді 9-ға бөлсек 0, 0-ді 9-ға көбейтсек 0, 0-ден 0-ді алсақ тен 0 деп жазамыз. Ал ең соңғы есебі 330 көбейту 3 дейді.
Бізде бұл 0-ді 3-ке көбейтсек 0, 3-ті 3-ке көбейтсек 9, 3-ті 3-ке көбейтсек 9, сонда бізде 990 шығады. Сіздермен болған мен Шәкір Гаухар.